Мынау хан сұлтанға арналған алаша. Алаша, иә? Бұл таза қойдың жүні. Мына ою өрнектер туралы айтып берсеңіз. Мына ою өрнектері күреңменен жасылдалған себебім кішкене қойдың жаңағы таза өзі жүндерменен жасалынып отыр. Жеке-жеке 4 кесікке келініп, ортасын жаңағы түйе жүні чуда жіппенен тіккенім бар. Себебі балаларға қойдың жүні, түбет, адамға пайдасы бар, адамға деген бір емдігі бар дегеннен кейін ғылыми неде баяғыда енді әжелеріміз соны оқымай-ақ біліп отырған ғой. Сол үшін мына қойдың жүнінен иіріліп, түйе шудасы жіпменен біріктіріліп, түр түске бояп, соны жаңағы терме алаша қылып тоқыдым. Ал енді бұндағы өрнек сынық мүйіз деп те айтамыз. Бұл енді қошқар мүйізді көрсетеді. Сәулелі, ұзын болсын, ешқашан жаңылмасын деп құлақты сала отырып, 4 квадрат дейміз енді, 4 құбыласы тең болсын дегенді кірістіре отырып, сосын жаңағы қоңырқай жақсы өмір сүрсін балаларым. Енді ел жерім аман болсын, соның ішінде ұрпағым да сол қоңырқай енді өмірменен әдемі. Енді қазақ айтады ғой, қоңыр түсті, қоңырқай елдіміз момын деп енді ішкімен жауласып, қандай не бола бермейді ғой енді. Қоңырқай деген енді момын десек енді өте тым жуас емес, еңсесі биік, ерлі болсын деп асық ойнайтын осы терме алашаны осы балаларыма жасағаным содан. Хан Сұлтан қарнап жасағаным. Баламның аты Нұрсұлтан Мұратханұлы. Мұратхан Хан Сұлтан Нұрсұлтанұлы қазір 3 жаста. Соған арнап жасағаным. Осы терме алаша асық ойнайтыны. Күшті.